Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қызанақ тұздығындағы көкөністерді әзірлейміз. Рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Оны отта 30 минуттай қайнатып аламыз. Сарымсақты майдалап турап, немесе үккіштен өткізіп, тағы да 5 минут қайнатамыз. Тұзын, қантын қосып аламыз. Банкілерімізді алдын ала стерилизация жасап алдық. Ал енді қиярларымызды салып шығамыз. Қиярды алдын ала жуып, екі басын кесіп, жарты сағат суға салып қойдым. Қызанақтарымызды саламыз. Лавровый лист және де бүтіндей қара бұрыш салсаңыздар болады. Қырық қабатты осындай бөлшектерге бөліп, бетіне саламыз. Қайнап тұрған ыстық суды бетіне дейін толтырып құямыз. Қақпақтарын жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Ас көгімізді турап, қызанағымызға қосамыз. Қалауларыңызша өксіз қоссаңыздар болады. Суын төгеміз. Менде банкілерімнің көлемі 1,7. Әр банкіге 2 талдан аспирин салдым. Енді тұздығымызды құямыз. Бош жерлерін видеодағыдай толтырып аламыз. Жиырма минуттай суда қайнатып алдым. Ауыздарын жақсылап бұрап, өстіп төңкеріп, суығанша қойып қоямыз. Толық рецептісін описанияға жазып қалдырамын.